Құрметті оқырмандар, сіздердің назарларыңызға жазушы, аудармашы, журналист Жадыра Шамуратованың «Сандық» атты аудио кітабын ұсынамыз. Автордың бұл кітабына әңгімелері мен новеллалары, сондай-ақ құлдыққа түскен жігіттің басынан кешкені жайлы хикаяты еніп отыр. Жазушының шығармаларына өмірді ұстап тұрған мейірім мен адамгершілік, үміт пен сенім ұғымдары арқау болған. Қаламгер күйбең тіршілік көлеңкесіндегі санқилы тағдыр жайын баяндап, адамның түрлі ішкі сезімдерін суреттейді. Сонымен бірге бұл жинақта бірқатар детектив әңгімелер берілген. Сондай-ақ Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, журналист Жоламан Айдарбаевтың «Тұтқындар» атты аудио кітабын ұсынамыз. Бұл роман өмір мен өлім белдескен қиын қыстау кезеңде ортақ тағдыр бауырластырып жіберген қазақ, орыс, француз халықтарының құшақтары айқасқан достығын дәріптеуге арналған шығарма. Сонымен қатар Ұлы Отан соғысына қатысып, толарсақтан қан кешіп, ұлы жеңіске лайықты үлес қосқан Айдарбай ұлы Оспанға арналған. Жерлес жазушымыз Жадыра Шамуратованың «Сандық» және Жоламан Айдарбаевтың «Тұтқындар» атты аудио кітаптарын тыңдауға шақырамыз. Назарларыңызға рахмет.